Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында өте оңай және қонақ келген кезде тез дайындалатын салат жасайтын боламыз. Оған бізге өздеріңіз көріп тұрғандай майонез, укроп және шаян еті, қияр және жүгері қажет. Ең бірінші осылай қиярымызды алып, жақсылап екіге бөліп аламыз. Енді барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Өздеріңіз көріп отқандай қиярымыз турап болдық. Енді шаян етімізді алып, осылай екіге бөліп, оны да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Енді достар, менің жасап жатқан салатымды сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Енді бұның үстіне өздеріңіз көріп тұрғандай жүгерімізді салдық. Оның үстіне шым тұз қосамыз, укроп қосамыз. Оның үстіне майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салат небары 4 қоспадан тұрады. Өте оңай, қонақ келгенде тез жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын.